Түркістан қаласындағы ауаның ластануы белгіленген мөлшерден асып кеткен. Экологтар осылай деп дабыл қағуда. Сондықтан олар қатты отын жағып, қоршаған ортаға залал келтірген нысандарды анықтап, шара қолдануға мәжбүр. Әріптесім Жандос Жұмабектің бейнематериалы. Түркістан бүгінде өңірдегі ауасы ең лас қалалардың қатарында. Экологтар күн сайын жылжымалы зертхана арқылы шаһардың орталық көшелерін аралап, ауадан сынамалады. Көрсеткіш көңіл көншітпейді дейді. Превышение нормативов качества. Көмір қышқыл газы белгілі мөлшерден 3 есе асып кеткен, азот тотығы 2 есе артқан, қалған зиянды газдар әлі өңделуде. Мұны тез арада қолға алып шешпесе болмайды. Ауаны ластап жатқан мекемелерге шара қолдану керек. Болмаса, көмір жағуды тоқтатып, газға көшсе дұрыс болар еді. Бұған дейін Түркістан қаласы толық газбен қамтылмаған туралы айтқан болатынбыз. Сондықтан шаһардағы ғимараттардың көбі көмір жағады. Ауаның ластануының басты себебі де осы. Қала аумағында зауыт, жылыжай, монша, тіпті дүкен ашпас бұрын кәсіпкерлер экология департаментінен рұқсат алуы тиіс. Бірақ көбісі бұл ережені елей бермейді. Арыз шағымға сәйкес Түркістан қаласында орналасқан Тұран моншасына жоспардан тыс тексеру жұмыстарын жүргізіп, тексеру нәтижесінде экология заңнамасына сәйкес ешқандай құжаттарсыз жұмыс жасағаны байланысты Түркістан облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына талап-арыз жолданып, қазіргі таңда сот процесі өтіп жатыр. Қоршаған ортаға келтірген залал бойынша 482.811 теңге айыппұл салынды. Айыппұл арқалағандардың қатарында жылыжай иелері де бар. Өңірдегі Сарыағаш, Келес, Қазығұрт аудандарында қатты отын жағып экологияға орасан зор шығын келтірген 17 жылыжайдың жұмысы сот шешімімен уақытша тоқтатылды. Сондай-ақ Түркістан қаласында 34 нысанның экологиялық заң талаптарын бұзғаны анықталды. Қазір департамент тарапынан облыс көлемінде қатты отыннан сұйық отынға көшу туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Енді біз қазір қалалық коммунал шаруашылықтар мекемелері бар, басқармалары, солармен біз қазір бірігіп жұмыс жасап жатырық. Олардың барлығы көмірге қолданып жатыр, қатты отынды. Ал енді оларды газға ауыстыру жөнінде біз түсіндірме жұмысын жасап жатырық. Және де арыз шағым түскен жағдайда біз оларды тексеріп жатырық. Тиісті эколог талаптарды орындалмағандықтан оларға біз шара көріп жатырық. Қазір қоршаған ортаға залал келтірген мекемелердің ісі сотта қаралып жатыр. Ал түсіндіру жұмыстары жалғаса бермек. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістаннан.